Саламатсыздарма, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге хит болған осындай шоколадты тоқаштар дайындаймын. Оған әуелі қамырымызды басып аламыз. Керекті заттарым: сүт, ерітілген сармай, ашытқы, қант, тұз, ұн. Мен жылы сүт, оған тұз салдым, қант салдым, ашытқы салдым. Осымды енді көтерілгенше 5 минутқа қоя тұрамын. Міне көтеріліп жатыр. Енді осыны ұнымызға құйып араластырып отырамыз. Астында қанттары ерігенше. Мынау ерітілген сармай. Осымды саламын енді онда. Енді осыдан қамыр басамыз. Қаттылау етіп қамыр басамыз. Мен кішкене су құйдым. Иінін қандырып басып алып жатырмын. Ыдысымыздың астына кішкене май құйып, айналасына жағып жібердім. Осыған басқан қамырымызды салып, 1 сағаттай жылы жерге қоя тұрамыз, қамырымыз көтерілгенше. Міне қамырым көтерілді. Енді осыны бөліп алып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Өзімізге керекті қамырымызды жасаймыз. Мен бауырсақпен бірдей етіп жасадым, дөңгелетіп. Өстіп, ыдысымызды дөңгелетіп, формамызға жасап аламыз. Жартысынан бауырсақ қылдым, жартысынан дөңгелекті тоқаш қылдым. Шоколадты. Оған дейін шоколадымызды дайындай береміз. Шоколадты дайындап, үстіне ерітілген шоколадымыз салып, үстіне сармайымыз салып, микроволновкаға жылытып қоямыз ерітуге. Менде бауырсақ тәрізді жасадым. Осыны енді ортасын дөңгелетіп аламыз. Оған дейін табамызды қыздыра береміз. Осылай пісіріп аламыз 2 жетін қызартып. Жартысын бауырсақ қылдым, жартысын тоқаш қылдым. Екі жағын аударыстырып аламыз. Майынан сорықтырып салып аламыз. Көтеріліп, жұмсақ болып шығады. Енді осыларымызды салып аламыз. Енді дөңгелек тоқаштарымызды пісіреміз, пончиктерімізді. Оны да осылай пісіріп аламыз. 2 шетін аударыстырып, көтеріліп жатыр. Пончиктеріміз күшті болып.
Bunu da аударыштырып осылай пісіріп аламыз. Майынан сорықтырып түсіреміз. Осылай бәрін салып ала береміз. Піскендерін. Менде шоколадпен ерітіліп алдым. Енді осыған беттерін жағып төңкеріп аламыз осылай етіп. Шоколадты пончиктер, тоқаштар. Балдарға жақсы жеуге. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жасап маған пікір қалдырыңыздар. Қалай шыққанын айтыңыздар, комментарий қалдырып. Сау болыңыздар, рахмет баршаға.